Кайырлы күн баршаңызга. Бүгүн панкейки жасайтын боламыз. Ең оңай, таңғы асқа дайындауга өте ыңгайлы және тез дайындалатын, көп те заттар кетпейді. Айранды ыдысқа құйып алып, мен кефир қолдандым. Осы кефирді және де оған кішкентай қасықпен ас содасын қосып, араластырып қойып қоямыз. Таза ыдысқа жұмыртқамызды жарып аламыз. Жақсылап араластырып, оған қантымызды қосатын боламыз. Қантымызды қосып, қантымыз жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Енді шым-шым тұз қосатын боламыз. Сұйық май құйып аламыз. Майымыз жақсылап араласқанша қозғап тұрамыз. Және де жаңағы айранымызды көпіріп ашып тұр, уже соны қосып жақсылап араластырамыз. Өте жеңіл, әсіресе таңғы асқа дайындағанға өте ыңғайлы, тез дайындалады және де барлығына ұнайтыны сөзсіз. Енді өлшеп, електен өткен ұнды қосатын боламыз. Тура блинчиктің қамырына ұқсайды, бірақ одан қоюлау болып шығады. Ұнды қосқан сайын, әр қосқан кезде араластырып тұрамыз. Жақсылап араластырып қойып қоямыз. Табамызды жақсылап қыздырып, бірінші пісіргенге ғана май құямыз. Онда да табаға жағылып тұрса болды. Көп май қажет емес. Енді жақсылап қыздырып, орташа отта пісіріп аламыз. Мен осылай ас қасықпен салдым, маған осылай ыңғайлы. Қалың қылып құюдың қажеті жоқ, өзі жақсылап ісінетін болады. Міндетті түрде бетін жауып қоятын боламыз. Міне осылай беті тесік пайда болған кезде біз оны аударамыз. Табаға жабыспайды.
Мінекей асты уже пісті, уже жақсылап пісті. Өте тез піседі, сондықтан қарап тұруымыз қажет, күйіп кетпеу үшін. Енді барлығын осылай пісіріп аламыз. Арасына джем немесе шоколад қосып пісірсеңіздер де өте күшті болып шығады. Мінекей өте әдемі шықты. Бетін шоколадпен және жаңғақпен сәндедім. Бұл өз қалауларыңызға байланысты. Өте жұмсақ, арасы жақсы піскен. Дәмі өте керемет. Қазір шоколад қосылған түрін көрсетемін. Ішінде кәдімгі шоколад. Бұл да керемет. Арасы толықтай таза піседі. Дәмі тіл үйреді. Маған лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.